Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге мынадай зигзаг браслетімізді, білезігімізді тоқитын боламыз. Бұл үшін бізге қажетті заттарымыз 4-5 мм хрусталь, бисер қолдансаңыздар болады. Мен 2 мм хрусталь тасты қолдандым. Бұл егер сіздерде жоқ болса, бұл міндетті емес. Бұның орнына мына бисерді пайдалана берсеңіздер болады. Ал видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Себебі келесі алда тағыда шығатын видеоларымды өткізіп алмас үшін тіркеліп қойсаңыздар екен. Сосын ой пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші инемізге 3 бисер, 1 хрусталь. Сіздер бисермен тоқи берсеңіздер де болады. Хрустальдарыңыз жоқ болса, ол міндетті емес. Мен жай өзіме хрусталь ұнағандықтан осылай хрусталь қосып жатырмын арасына. Кейін менің хрусталімнің де бисерімнің де екеуінің түсі бірдей. Арасынан екінші рет өтіп шығамыз. Арасынан екінші рет айналдырып өтіп шығамыз. Осы жерде 2-3 рет байлаймыз жібімізді. Бұл домалағымызға біз карабинімізді қыстыратын боламыз. Енді жаңағы бастағы ортасына қойып кеткен мынау хрусталіма өтетін боламын. Тоқуды сол хрустальдан ары қарай жалғастыратын боламыз. Енді қызыл хрусталімізді сары, қызыл қылып араластырып өткізіп аламыз. 3 қызыл, 2 сары етіп өткізіп аламыз инемізге. Жібіміз хрустальдың жоғары жағында төменнен жоғары қарай екінші рет қайта өтетін боламыз айналдырып. Жібіміз жоғарыда болып қалды. Біз бұны бұлай айналдырып өзімізге ыңғайлатып аламыз. Хрустальменен қызыл, сары, мына ортадағы тұрған қызыл хрустальға өтуіміз қажет. Осылай. Келесі сары бисер бұл. Хрусталь, қызыл, сары, қызыл, сары. Енді 2 қызыл өткіземіз. Енді браслетіміз аяқталғанға дейін дәл осылай тізбек теретін боламыз. 2 қызыл, 3 сары. Ең біріншісінде бізде 3 қызыл, 2 сары еді. Ендігі теретін тізбегіміздің барлығы 3 сары, 2 қызыл болады. Мына жерде хрустальдан және мынау хрустальдан қызылдан өттік. Сарыдан да қызылдан да өтіп алдық. Енді әрі қарай тек қызылдан өтетін боламыз. 2 3. Браслетіміз аяқталғанға дейін, біткенге дейін енді тек қана осындай тізбек алатын боламыз. Мына жерде енді тек хрустальдан өтемін. Осы жерде тізбегімізді тағы да бұрып аламыз. Мына жерде көрдіңіз ба? Жібіміз бер жақта, мына хрустальдан өтуіміз қажет. Мына неден 2 хрустальдан да өтеміз, сарыдан да, қызылдан да, екеуінен де өтеміз. Жіпті жоғарыға шығарып алу үшін. Не шатаса берді бүгін менің жібім.
осылай. Міне енді тек қана қызылда міне осы жерде қазір тек қана қызыл хрустальдан өтетін боламыз. Тек қызылды аламыз. Айналдырып аламыз. Дәл осылай тізбегіміздің соңына дейін тоқитын боламыз. Достар, міне мен соңына дейін тігіп болдым. Бұл жағынан да карабинді ілетін ілгішін жасадым. Маған енді тек карабинін ілу қалды. Міне зигзаг білезігіміз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.